Бірақ менің ойымша қазаққа қазір ең керек нәрсесі фабрика керек, завод керек. Қазақ өзінше товарлар шығару керек. Егер ойлап қарасаңыз, біздің ең көп керектілігіміз, менің ойымша, біздің балық байлығымыз. Мысалы біз Америкада жалақы алғымыз келеді, бірақ Америкада жұмыс істегіміз келмейді мысалы. Неге олай? Біз мысалы Жапон сияқты мысалы машина мінгіміз келеді, бірақ Жапон сияқты біз жұмыс істегіміз келмейді. Бұл сапаға біз басымызды ауыртқымыз келмейді. Ондай болмайды ғой. Біздің реформалардың ақсап жатқан бір себебі осында. Ана жерден бір жұлқып, мына жерден бір жұлқып деген сияқты. Аныңыз ба? Одан ештеңе шықпайды. Таулар қаншалықты биік болса да, қаншалықты Сіз бүгінгі күннің ертеңін тілгіміз қолданыңыз. Егер сіз біреуді мойнатамыз десеңіз, сіз технология жасаңыз, технократ болыңыз. Бүкіл қазақтың балаларын оқуға ала алмайсыз. Бір-екі балаға бола өзіңізге зиян келтіріп алмайсыз ба дегенім ғой. Бүкіл қазақтың баласын оқуға ала алмаймын, бірақ бүкіл қазақтың баласы қалай да оқуы керек.